Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен мерекелік дастарханға арналған өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді біздің ыдысымыздың ішіне тауықтың төс етін, үстінен қияр, ұзынша етіп туралған фасоль және де біздің сухариларымызды саламыз. Енді майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай тұз бұрыш салмаймын, себебі менде сухари өте тұзды. Достар, бұл салатты міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады және де сіздің қонақтарыңызға да ұнайтын болады. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Енді біздің дастарханымызға тартуға болады. Қараңыздар достар, өте әдемі салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де келесі видеода көріскенше.